Баршаңызға сәлем. Қазір біз сіздермен бірге оладьи жасайтын боламыз. Таңғы асқа өте тез дайын болатын керемет бәліш, дәмі де тәтті, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен 4 жұмыртқа қажет. Қантты әркім өз қалауынша қосса болады. Мен 6-7 қасық қосамын. Үлкен тамақ ішетін қасықпен қосамын. Әркім өз қалауынша қосуға болады. Кім тәттіні ұнатпаса аздау қосса болады. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз осылай болу керек. Ішіндегі қанты еріп, барлығын араластыру керек. Міне осылай. Ал енді мен қазір айранды құямын. Бір пилайдай құйған жетеді, құйсам. Үйдегі бар. Ал енді осы айранға мен жарты қасық ас содасын салатын боламын. Жақсылап көпіртіп аламыз. Қазір өзі көпіріп көтеріледі. Міне көпіріп жатыр. Жақсылап көпіртіп жұмыртқамыздың үстіне құямыз. Енді араластырамыз. Жақсылап. Ал енді біз ұнымызды қосамыз. Електен өткізілген ұн болуы қажет. Қою болғанша ұнды қосамыз. Мен қазір үлкен қасықпен 3 қасық қостым. Бірінші араластырып аламын. Майымызды қатты қыздырмаймыз, баяу отта пісіреміз, және де майды көп құймаймыз. Үлкен ас қасықпен осылай біртіндеп құйып шығамыз. Қатты қызартпай, орташа етіп аударып аламыз. Міне осылай барлығын пісіріп ала бересіздер. Өзі жайлап көтеріледі. Сол кезде астын қарасаңыздар қызарған болса, алып қағазға немесе картонға өздеріңіз қалағандарыңызша қоясыздар.
Міне, менің оладушкиларым дайын болды. Дәмі өте керемет болды. Балаларым сүйіп жеп алды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.